Жеңіл дайындалатын дәмді шоколадты пирог дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа сүт, қант, какао ұнтағын қосып, жақсылап араластырамыз. Електен ұнды өткізіп, қопсытқыш салып, араластырып алып, 2 жұмыртқа, өсімдік майын құйып, жақсылап араластырып, пергамент қағазы төселген не болмаса, форманы жақсылап майлап, массаны құйып 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Піскенін ағаш пашкасымен тексеріп аламыз. Суытып, бетіндегі шапочкасын алып, шоколадты паста жағып, бетін жидектермен әсемдеп дастарханға береміз. Қарапайым ингредиенттерден тез дайындалатын пирогымыз дайын. Пирогымыз өте ылғалды және өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап, пікірлеріңізді комментарияға жаза отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Әйгерім.